Жүктілік кезіндегі жатыр тонусы. Бұл жағдайда біз не істей аламыз? Қандай ем қабылдау қажет, қандай да бір рекомендациялар бар ма, жоқ па? Соның барлығын білу үшін осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңдағы Жүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог дәрігермін. Бүгінгі тақырыпта осы гипертонус туралы айтатын боламыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Жалпы негізі жатыр тонусы деген ол қалай? Дұрыс па, ол бұрыс па, не істейміз, соны айта кетпес бұрын ең алдымен біз жатырға тоқтала кетейік. Жатыр дегеніміз бұл қандай орган? Бұл бұлшық етті орган, яғни мышечный орган. Енді бұл жатыр, бұл не ол? Құрсақ көтеретін орган, бұл плодовместилище. Яғни ол бұлшық етті орган болғандықтан ол не істейді? Жиырылады, яғни сокращаться етеді. Жиырылады, созылады, яғни ол соған қабілетті, өйткені ол плодовместилище. Ол жерде 2,5 даже 4 килограммға дейін плод сияды, ұрық, бала. Жанында су болады, околоплодной воды, сонымен қатар бала жолдасы болады. Осының барлығын көтеру мақсатында жатыр осыншалықты созылатын бұлшық етті орган. Соған сәйкес ол жатыр бұлшық етті орган болғандықтан ол кез келген нәрсеге не істейді? Жиырылады, яғни сокращаться етеді. Осы сокращениені УЗИда тонус матки деп береді. Жалпы жүкті әйелдердің жатыры, яғни неге тонуста болады? Бірінші, бұл әртүрлі жүктемеден кейін қандай да бір тонус болуы мүмкін, іші тырысып қалады. Немесе жыныстық қатынастан кейін, немесе оргазм алғаннан кейін, немесе қандай да бір эмоциональный нагрузка болғаннан, қатты күлсе, қатты жыласа, немесе жөтелген уақыттарда, түшкірген уақыттарда ауыру мүмкін. Сонымен қатар қандай да бір физикалық жүктеме болса, например, көп жұмыс жасап қойса, көп жүрсе, сыртқы әртүрлі осындай факторларға жатырдың жиырылуы мүмкін. Это нормально, яғни бұл қалыпты. Егер мысалы қараңыз, сізде мысалы жыныстық қатынас болды. Содан кейін сізде ішіңіз тырысты, жіберді, одан кейін барып тырысты, қайттан жіберді, потом оно прошло. Это нормально. То есть сіздің бұл жатырыңыздың сондай сыртқы факторларға беріп жатырған реакциясы. Оған просто сізге сыртқы факторларды, мысалы ішіңіз жатыр тонусы деп мысалы УЗИде берді делік, ішіңіз ауырып тұр делік. Ол кезде сіз не істейсіз? Тек қана осы туындатып тұрған факторларды жоясыз. Яғни біз көбінесе қандай рекомендация беріп жатамыз? Физикалық покой және де жыныстық покой деп, физический покой и эмоциональный тоже покой болу қажет. Бұл жерде қандай да бір дәрі қабылдап, бір нәрсе істеудің қажеті жоқ. Әсіресе, кстати, жатыр тонусы деп көп жағдайларда негізі УЗИде де беріп жатады. Неге? Себебі УЗИ аппаратымен ішке басып тексерген уақытта тоже жатыр тонуста болуы мүмкін. Неге? Себебі ол басып тұрғандықтан жатыр бізде жиырылушы орган ғой, сондықтан ол ответ береді. Енді это его реакция, это нормально. Жалпы негізі жаңағы 22 аптаға дейін біз жатыр іштің жиырылып тонуста болуын көп жағдайда угроза прерывания беременности деп айтамыз. Ал 22 аптадан жоғары кәдімгідей іш тырысатын болса, тонуста болатын болса, оны ложные схватки деп айтамыз. Ложные схватки, жалпы менде осы жаңағы жатырдың іштің тонуста болу туралы, жалпы толғақ туралы менде әртүрлі видеолар бар. Қалай анықтауға болады? Толғақ ретті ма, ретсіз ба, регулярный или нерегулярный, соның барлығын анықтауға болады. Менде видеолар бар. Осы видеоның астына ссылкасын қойып кететін боламын. Жалпы түсінгендеріңізге қыздар қараңыздар. Негізі жатыр тонусы деген ешқандай да диагноз жоқ. Ол просто УЗИ ғана описание.
Мысалы, егер сізді қандай да бір беспокоить ететін болса, ішіңіз ауырып қатты мазалай беретін болса, онда гинекологқа барып тексерілсеңіз болады, сізге назначение беруі мүмкін. Бірақ та егер осындай да бір нагрузкадан кейін ішіңіз тонуста болып, но если она потом проходит, это нормально, қыздар. Одан қорқудың қажеті жоқ. Жатыр тонусын біз емдемейміз. Яғни кіші сроктарда тек қана қандай да бір қанды бөлінділер болып жатырса, острый животтың белгілері болатын болса, қатты ауырып жататын болса, шыдамайтындай боль болатын болса, жаңағы қандай да бір, то есть сыртқы факторларды исключать еткеннің өзінде боль қоймайтын болса, ол жағдайларда уже сізге назначение беруіміз мүмкін, немесе госпитализация жасауымыз мүмкін. Ал бірақ та сыртқы факторларды жойғаннан кейін егер кетіп қалатын болса, это уже нормально. Жатыр тонусын біз бұндай жағдайларда ешқандай да емдемейміз, қыз келіншектер.